Армысыздар, қадірменді көрермен. Бүгінгі жастар күніне арналған бағдарламамызды жас ғалымдарымызға арнаймыз. Қонақтарымызды таныстырып өтсек, жас ғалым география ғылымдарының кандидаты, PhD доктор Ерлан Шынбергенов. Компьютерлік ғылымдар кафедрасының аға оқытушысы, PhD доктор Гүлзат Еңсебаева. Жас ғалым химия ғылымдарының кандидаты, PhD доктор Нұрғали Ақылбеков. Қош келдіңіздер. Сіздерге қояр алғашқы сауалым: сан мыңдаған мамандықтардың ішінен не себепті химия мамандығын таңдадыңыздар? Сол жайлы айтып кетсеңіз. Негізінен мен ғылымға сол мектеп жастан бастап қызыға бастадым. Негізгі менің арманым археолог болу болатын. Енді өсе келе мектеп бітіретін шағымда осы химия саласына келіп, осындай ғылыммен айналыса бастадым. Яғни ғылымдағы түрлі қызықтар осы химия саласында, себебі Михаил Васильевич Ломоносов айтқандай, қайда қарасақ та, қайда қарап көз жіберсек те көретініміз химияның ғажайыптары дейді. Яғни әлемдегі осы табиғатта болып жатқан бүкіл процестер осы химиямен байланысты. Сондықтан мен осы сала қызықтырды. Мен жалпы математика мамандығын таңдағанмын, бірақ негізі үйдегі ата-аналардың барлығы сол математика мамандығы саған жақын деп. Осы балалық шағымда мектеп қабырғасында жүргенде математиканы қатты ұнататын тұғым. Бірақ осы Қорқыт Ата университетіне, Қорқыт Ата Қызылорда мемлекеттік университетіне келгенімде осы математика және қолданбалы математика деген екі мамандық тұрды таңдауда. Сонда мен қолданбалы математиканы таңдағам. Не себепті? Енді өзіме қатты ұнады. Сосын тек бір ғана математикамен шектеліп қалмай, әртүрлі салаларда да қолдану негізі мақсатым болды. Сонымен мамандықты жақсы таңдадым деп ойлаймын. Қателескен жоқпын. Қазір қолданбалы математика бакалавры бітірдім. Одан кейін математика магистратураны бітірсем, қазір механика мамандығы бойынша PhD докторын алып отырмын. Енді ғылымға байланысты айтатын болсақ, мен 2010 жылы магистратураға оқуға түскен кезде ғылым жолына қарай таңдау болады деп ойлаған жоқпын басында. Бірақ ғылыми мақалалармен таныса бастайсың магистратураға оқуға түскен кезде. Сонымен ғылыми мақалаларды оқу барысында менің бір түсінгенім, ғылымда ол ақиқат екен. Мен өзім табиғатым ақиқатты жақсы көремді. Соған байланысты 2013 жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің сол кездегі ректоры Қылышбай Алдабергенұлы Бейсенов Ресей Федерациясының Қазан қаласында үлкен ірі университеттермен, ғылыми орталықтардың басшыларымен кездесіп, бізге белгілі бір дәрежеде оқуға мүмкіндік ашты. Соның арқасында бізге мүмкіндік туып, біздер барып оқып келдік. Бір топ осы Қорқыт Ата университетінің түлектері, үздік түлектер барып оқып, сол кезде аспирантураға оқуға түсу арқылы мен өзімнің ғылымға деген құштарлығымды одан сайын ашып, өзімнің кандидаттық диссертациямды қорғап шықтым. Университет тарапынан жас ғалымдарға қандай да бір қолдау көрсетіледі ме? Әрине, университет тарапынан қазір таңда жас ғалымдарға, оның ішінде жас магистратура бітірген мамандарға көптеген қолдаулар көрсетіледі. Атап айтар болсақ, шетелдік жоғарғы жетекші оқу орындарына немесе ғылыми орталықтарына ол жақтан өтуге, ғылыми тағылымдамадан өтуге, немесе сол жақта докторантура, аспирантура бағдарламасы бойынша білім алуға деген сияқты сондай көптеген қолдаулар бар. Одан бөлек көптеген конкурстарға қатысу, мысалға талантты жас ғалымдарға арналған стипендияларға қатысу, гранттық қаржыландыру бойынша конкурстарға қатысу, немесе одан бөлек жыл сайын өткізілетін жоғары оқу орындарының үздік оқытушы, жоғары оқу үздік жас ғылыми қызметкер деген сияқты осындай көптеген конкурстарға осы университет тарапынан қолдау білдіріп қатысуға зор мүмкіндік бар. Бізде де енді университет тарапынан жас ғалымдарға көп қолдау көрсетілуде. Мен өзім жалпы механика мамандығын, осы PhD докторды мақсатты докторантура бойынша Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқып келдім. Бұның өзі осы жастарға деген қолдау деп ойлаймын.
университетімізде енді әртүрлі ғылыми салаларға байланысты конкурстар бар. Енді қолдаулар, жас ғалымдарға қолдаулар көп, зерттеулерге болады, жобаларға, әртүрлі жобаларға қатысуға болады. Енді университет тарапынан өзіме не қылғаны, ең ұнағаны осы мақсатты докторантураны оқып бітіріп келуіме. Еліміздегі ғылым саласына қандай баға бересіздер? Жалпы оны қалай дамытуға болады? Еліміздегі ғылым саласына қазіргі таңда жақсы деген баға беруге болады. Себебі бұл осы 2019 жылдан бері қазіргі таңда ғылымды дамытуға деген бағдарламалар кезең-кезеңмен іске асып келе жатыр. Яғни атап айтар болсақ, жалпы ішкі өнімнің 1%-ын осы ғылым саласына бөлу туралы президентіміздің өзінің арнайы жарлығы шықты. Яғни содан бері 2025 жылға дейін ғылым саласына кезең-кезеңмен бағдарламалар жасалған болатын. Енді осы жақында ғана президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен 1000 тағылымдама, 1000 стипендиясы және 500 жас ғалымға шетелдік жетекші оқу орындарының немесе ғылыми зерттеу орталықтарында тағылымдамадан өтуге стипендия бойынша конкурс жарияланады. Мұның өзі деген жас ғалымдарды қолдауға деген зор мүмкіндік болып табылады. Еліміздегі ғылым саласына қандай баға бересіздер? Жалпы оны қалай дамытуға болады? Жалпы елімізде жас ғалымдарға деген көптеген қолдаулар бар. Жақсы деп баға беруге болады. Олардың ішінде президентіміздің өзінің қолдап отырған әртүрлі стипендиялар бар, тағайындаулар, жоба бойынша жас ғалымдарды жобаларға қатыстыру, сондай соларды айтуға болады. Еліміздегі ғылым саласына біз баға беретіндей белгілі бір дәрежеде эксперт емеспіз енді, бірақ өзіміздің ғылым, именно жас ғалымдардың өзіміздің саламыз бойынша, технологиялардың саласы бойынша айтатын болсақ, әлі де жасалатын жұмыс көп. Ұшан теңіз. Мысалға біздер енді қазір ақпараттың заманы ғой. Мысалы Америка Құрама Штаттарындағы болып жатқан жағдайларды, жас ғалымдардың, докторантура бітірген ғалымдардың, магистратура, мастер дейді ол жақта, магистратура бітірген жастардың қандай привилегияға ие болатынын, қалай жұмыс жасайтынын мен оқып көріп отырам, әрдайым ақпараттарды өзім біліп отырам. Өзім мысалға Ресей Федерациясында 5 жыл аспирантурада оқыған кезде бір ғана Казан қаласында емес, мен 7 қаланың ғылыми орталықтарында тағылымдамадан өтіп, сол жерде көптеген үлкен ғалым ұстаздармен араластым, сөйлестім. Сол кезде менің білгенім Ресей Федерациясында жас ғалымдарға, жалпы ғылым саласына, соның ішінде жас ғалымдарға бөлінетін назар да, оларға бөлінетін қаражат да біздің Қазақстанмен салыстырғанда көбірек. Соның арқасында шығар, мүмкін Ресей Федерациясы әлем бойынша 40 миллиард доллар бөледі, 10-шы орында тұр ғылымға ақша бөлінетін мемлекеттердің арасында. Сондықтан жалпы адамға тән қасиеттің бірі маған ұнайтыны қанағатсыздық. Біз әрдайым қанағатсызбыз. Біздің қазіргі бөлініп жатқан қаражат бұрынғыдан көбірек, бірақ ол одан да көбірек болса екен дейміз. Ғалымдарға бірінші кезекте қаражат керек. Өйткені бүкіл жұмыстың барлығы қаражатпен бітеді. Рахмет. Ерлан мырза, өзіңіздің салаңыз бойынша жобаңызды таныстырып өтсеңіз. Әрине, менің жалпы өзімнің жобамның тақырыбы, егер қазақшалап айтатын болсақ, Лена өзенінің су жинау алабындағы шағын өзендердің геожүйелерін картографиялап, геоақпараттық анализ жасау, яғни талдау жасау. Бұл нені білдіреді? Біздің жалпы ғылымда белгілі бір өзеннің бассейн дейді болады. Сол бассейннің ішіндегі өтіп жатқан процестерді біздер, яғни данный дистанционного зондирования Земли деген болады. Яғни біздің спутниктер ұшып өтеді де суретке түсіріп алады. Сол суреттерді біздің ғылым саласында аламызда, сол суреттерді біздер белгілі бір талдау жасау арқылы өзімізге белгілі бір картаны жасап аламыз. Мысалға, менің жұмысымның өзектілігіне келетін болсақ,
ол біріншіден жалпы мемлекеттің қандай да болмасын мемлекеттің біздің мысалы ол Ресей Федерациясының территориясында жүргізген болса, дәл осы жұмысты мен қазіргі таңда Қазақстан Республикасына келіп, осы еліміздің азаматы болып, патриоттық тұрғыдан университетте қызмет жасап жүргеннен кейін менің енгізе алатын жаңалығым Қазақстан Республикасындағы өзіміздің тұрғылықты жердегі белгілі бір өзен болуы мүмкін, ірі өзен. Мысалы, біздің жағдайда Сырдария өзені. Сол Сырдария өзеніне дәл осы жасалған жұмыстың барлығын жасауға болады. Яғни Сырдария өзенінің соңғы біздің өніміміз картасы болады, электронды карта. Сіздер білесіздер, бұрындары біздерде мектептің кезінде карталар қағаз карталар. Оны біздер ұстаймыз, кейде жыртып аламыз, сосын ол жыртылғаннан кейін ол уже жармай қалады. Ал бұл жерде біздің дайындайтын картамыз өніміміз, бұл электронды. Яғни кез келген үйден, жұмыс орныңыздан аша беретін компьютерден, персональный компьютерден ашып жұмыс жасауға болады. Біріншіден. Екіншіден, бұл компьютердегі жасалған картаға белгілі бір дәрежеде ғылыми деңгейіне жетіп тұрса, оған өзгеріс енгізуге болады. Яғни редактирование деген болады ғой. Ал бұрынғы қағаз картада біз редактирование жасай алмаймыз. Сол арқылы біздер жаңа трансформация жүргізіп жатыр. Яғни қазір мысалы сіздер білесіздер, біздің елбасының тапсырмасы бойынша, қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша қоғамдағы барлық процестерге цифровизация енгізілу керек болды. Міне, бәрі соның айқын айғағы трансформация, цифровизация деп тұрғанын, но именно біздің география саласындағы, картография саласындағы трансформация болып жатыр. Біртіндеп біздер қағаз картаның барлығына жойып, электронды картаны ұстаймыз. Электронды картаны қағаз картада біріншіден ең басты айырмашылығы оның жасалу технологиясы арзандатылады. Екіншіден оның жасалу белгілі бір кез келген заттың жасалу ұзақтығы болады ғой. Қағаз картаны жасауға 20 жыл уақыт керек. Электронды карта жасауға кемінде 1 жыл болса болады. 1 жылдан кейін. Еще егер де белгілі бір, мысалы сіздің Қызылорда қаласы осыдан 10 жыл бұрын Лего бейіт дейміз ғой, мысалы біз Қызылорда қаласында. Сол Лего бейіт болған жоқ. Көптеген микрорайондар болған жоқ. Егер біз қағаз картамен жүретін болса, 20 жыл күтуіміз керек болады. Ананың барлығын зерттеп, адамдар ғалымдар жүруін, барлығын зерттеп жүруін. Ал бұл жағдайда Лего бейіт пайда болды ма, біз өзіміздің бұрынғы цифровой картамызға қоса саламыз. Яғни белгілі бір біліктілігі жететін ғалым, мысалға кез келген маман алып та жаңа микрорайондарды қосып, ана бұрынғы өсімдіктері болсын, немесе басқа да бір жан жануарлар болса, оларды шеңгеріп тастайды. Қала болғаннан кейін оны бәрін шеңгеріп тастауға болады. Сондай мүмкіндіктері болады. Сосын біздің жұмыстың басты ғылыми жаңалығы мұндай карталар бұрын-соңды жалпы Қазақстан Республикасының көлемінде жасалмаған. Біз бірінші рет жасап жатырмыз. Негізінен бұл осы жобаны біздің Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитетінің ұйымдастыруымен өткізілетін конкурс болады. Ғылыми және ғылыми техникалық жобаларды гранттық қаржыландыруға 2020-2022, 2021-2023 деген сияқты сондай конкурстарға беріп жатырмын. Қазір әзірге мен енді өзім жетекші, өзім жаңағы барлық осы заявканы жасап жүргеннен кейін қазіргі таңда көбінесе енді басында нелер келеді, замечаниелер келеді. Сол замечаниелермен жұмыс жасаймыз. Бұйыртса жаңа конкурстарда ұтамыз деген өзіміздің ойымыз бар. Енді мынау мен жасаған өнімім, мысалға жұрттар сұрауы мүмкін, қалай болды жұмыстың жасалу өнімі? Жалпы методикасы кез келген ғылымда қанша уақыт алды бұл? Бұл мен негізі 5 жыл оқыдым, соның 4 жыл осы жұмыс алды ғой. Мен осы жұмысты жасау барысында көптеген өзімнің результат дейміз ғой, мысалы белгілі бір нәтиже шыққан кезде ғылымда бір жақсы жері сен нәтижеңді ұстап отырмайсың. Нәтижеңді аласың да белгілі бір үлкен ғылыми орталықтарда, мысалға Санкт-Петербург қаласында, Мәскеу қаласында конференциялар бар. Именно тематикалық конференциялар. Мысалы мен именно географтардың конференцияларына барамын, сол жерде өзімнің результаттарымды айтамын. Мынандай болды деп выступать етемін, осындай жерде тұрып, мысалы түсіндірем барлығы. Егер де сол жерде көптеген ғалымдар отырады да, олар айтады. Егер де сенің бағытың дұрыс болса, онда мынау дұрыс екен, нәтижелеріңді дұрыстап жүреді. Ал егер де дұрыс емес бағытта кетіп бара жатса, онда сені жөндеп қояды. Сол арқылы біздің ғылымда ақиқат бар, біріншіден. Екіншіден ғылымда жол іздеу бар. Ғылымның таңдаудағы басты себептерінің бірі сол. Мынау мысалы біздің әдістемеміз. Қандай әдісті пайдаланып белгілі бір нәтижеге қол жеткіздік деген білдіреді.
мынау енді біздің карталардың түрлері болады мысалы. Жалпы ой қайдан келді осындай карта жасауға? Негізі мен өзім осы Қорқыт университетінде оқып жүргенде географ болдым. Ол жерде біз қағаз карта жасап жүрдік. Сосын аспирантураға барған кезде ол енді ғылыми жетекшінің өзінің біліктілігіне байланысты. Мен ғылыми жетекшім өзі өте бір біліктілігі жоғары кісі, өте шетелдік ғалымдармен, импакт факторы жоғары журналдарға мақала шығару арқылы шетелдік ғалымдармен таныс. Сондықтан әлемдік трендті біледі ол кісі. Әлемде осындай карта жасау мода болып жатқанын білгендіктен маған айтты: ерлан, сен ойланып көрші, мүмкін осындай да болады. Менде негізі мына Лена өзенінен бөлек мен негізгі тақырыбым Арал теңізі болған тұғым. Бірақ Арал теңізіне байланысты мүмкін мына карта жасауға байланысты жағына қарай ой сарсын дегендей ой тастады. Сосын мен көрдім де Арал теңізін енді ол шыны керек 91 жылдан бастап біз тәуелсіздік алғаннан бастап жырлап келе жатырмыз. Я толған аралды көрген жоқпыз, я толмаған аралды көрген жоқпыз. Оған байланысты уже көптеген жасалып тасталған дүние болғандықтан мен осындай жаңа бағытты алайын деген, мен өзім жалпы өзім өмірде зона комфорта деген болады адамдарда. Сол зона комфортадан шығып кеткенді, басқа жаңадан басқаранды қалайтын адаммын. Сондықтан да мысалға мен өзімнің бүкіл осы қаладағы оқуымды, жұмысымды, барлық жеткен жетістіктерімді тастап Қазан қаласына кетуімнің де бір себебі сол. Сосын жаңа Арал теңізінде мысалға өзімнің білетін саламды тастап жаңа бағытты ашуымның себебі сол болып тұр. Мен белгілі бір салада жаңадан жетістікке жеткенді қаладым. Өте қызықты жоба. Рахмет сізге көп. Гүлзат ханым, өзіңіздің жобаңыз жайлы айтып кетсеңіз, ерекшелігі қандай бұл жобаның? Жақсы, әрине. Менің жобамның тақырыбы реаномды материалдардың жылжымалығы мен зақымданғандығына жүктеу режимінің әсерін модельдеу және зерттеу. Бұл жалпы реаномды материалдар ол уақытқа тәуелді операторлық қатынастармен сипатталатын жалпы материалдарды айтамыз. Ал реаномды материалдарға ол көптеген материалдар бар, олар нейлон, арамидті талшық, СПМ, арамид талшығы деп айтады, ЭДТ-10, шайыр деп айтады, смола. Одан бөлек асфальтобетон. Мен өзімнің осы материалды негізге ала отырып зерттеген, осы асфальтобетон материалы болған. Осы құрылыс материалдары. Олардың осы жылжымалығы деп отырғанымыз, ол орысша тілдегі аударып неғылғанда деформация дегенді білдіреді. Яғни ол материалдардың деформациясын біле отырып, біз оның ұзақ беріктігін, яғни асфальтобетонға қатысты болса, немесе құрылыс материалдары деп айтамыз, сол материалдардың беріктігін анықтау болып табылады. Осы негізгі тақырып болып табылады. Негізі жұмыстың мақсаты ол реаномды материалдардың жылжымалығы мен зақымданғандығына жүктеу режимінің әсерін модельдеу және зерттеу, материалдарды беріктігі мен шыдам мерзімін бағалау болып табылады. Ол зерттеу міндеттеріне әртүрлі осы физика саласында, механика саласында жаңа алдында айтып өттім, математиканы таңдаған себебі де осы қолданбалы математика негізге ала отырып зерттеуден работновты мұралық сызықты емес теңдеуінің параметрлерін анықтайтын жаңа тиімді әдісті табу. Осы табылған әдістемені пайдалана отырып физикалық сызықты немесе сызықты емес реаномды процестерді зерттеу болып табылады. Осы зерттеу нысандарына мен нейлон алты, шыны пластик, ол онда алынған 0,45 градус, 90 градус көлеміндегі қимадағы зерттелді. Осы пластик зерттелді СПМ арамид талшығы және жаңа поликристалды графит, эпоксифенолды шыны пластик және полимер бетон және асфальтобетон материалдарының тәжірибелік жасалған сынақ нәтижелерінің жылжымалық деформациядан келді. Осы жұмыстың ғылыми жаңалығы ол реаномды материалдар деформациясының физикалық сызықты еместігін сызықтығын бағалаудың тәжірибелік биологиялық параметр деп аталатын жаңа параметрді енгіздік. Соны негізге ала отырып, осы материалдардың беріктігін зерттеу маңызды, бағалау маңызды болды. Жалпы осы материалдардың құрамын енгізу қанша уақыт алды? Жалпы ойлап табу.
жалпы материалдардың құрамын болғанда, материалдардың құрамын ол химияға да байланысты, ол материалдың берік болуы, онда қолданылатын материалдардың құрамына да байланысты болады. Сондықтан біз негізгі материал ретінде Қазақстан жол ғылыми зерттеу институтымен бірлесе отырып, асфальтобетон үлгілері, оны өзіміз сол Қазақстан жол ғылыми зерттеу институтында жасалған мына құрылғы бар. Осы құрылғы патенттелген. Осы құрылғыны пайдаланып отырып, бұл жақта тұрақты температурада және минус температурада және плюс қатты ыстық температурада зерттеуге болады. Мен негізгі өзімнің зерттегенім асфальтобетон материалдары. Біз білеміз, күн ыстық кезде төзімді екенін анықтауымыз керек. Яғни бұл асфальтобетонның ұзақ беріктігін анықтау болды. Мен негізгі алғаным осы тұрақты температурада асфальтобетон үлгілерінің жылжымалы процесіне жүктеу режимдерінің әсерін зерттедім. Мұнда бір сұрағым бар. Мына суретте сынаққа кейінгі, ал сынаққа дейін ба? Мына жерде асфальтобетон үлгілері әртүрлі материалдардан тұрады. Мұнда бетон, қиыршық тастарымыз. Мына жерде әртүрлі жүктеу режимдерінде зерттелгендіктен, мұнда міндетті түрде асфальтобетон үлгілері қай жүктемеде болсын сынатыны көрсетілген. Яғни бұл сынақтан кейінгі үлгілеріміз. Жалпы асфальттың ерімес үшін қандай қоспа қолданылады? Басқа қоспалар? Енді ол жақта әртүрлі шикізаттар пайдаланады. Жалпы бұл жобаңыз шикізат өнімінде алдағы уақытта қолданыла ма бұл? Енді қазір осы Қорқыт атындағы Қызылорда университетіне келіп тұрмын, жас ғалым ретінде. Яғни осы алынған тақырыбында әрі қарай зерттеуді жалғастырамын. Яғни бізде асфальтобетон үлгілерін тұрақты температурада зерттесем, енді әрі қарай осы бізде ауа райы ыстық күн 44, 45, 50 градусқа дейін барады. 40-50 градусқа дейін барады. Соған байланысты осы асфальтобетон үлгілерін әрі қарай зерттеп, осы өзіміздің қаламызға өндіріске пайдалануға зерттеуді жалғастырамын. Мұнда жаңа айтып өттім, асфальтобетон біз әртүрлі жүктемеде зерттедік. Мұнда сатылы жүктемеде асфальтобетон үлгілерін тәжірибелік зерттедік. Одан кейін асфальтобетон үлгілерін тұрақты кемудегі жылжымалығын анықтады. Оның барлығы осы математикамен де бірге байланысты. Осы жобаңыз арқылы бір мекемелермен келіссөз жүргіздіңіз бе? Қазір уақытта ондай басқа мекемелермен келіссөз болған жоқ. Енді алдағы уақытта болады деп ойлаймын. Бірақ Қазақстан жолы Алматыдағы Қазақстан жол ғылыми зерттеу институтымен бірге жұмыс жасадық. 3 жыл зерттеудің барлығы осы Қазақстан жол ғылыми зерттеу институтында асфальтобетон үлгілерін зерттеумен байланысты болды. Енді сол жұмыстарды негізге ала отырып, әрі қарай сол технологияны пайдалана отырып, осы өңірге өзімнің әрі қарай болашақта пайдамды келтірсем деп ойдамын. Сондай шәкірттерді тәрбиелегім келеді осы өзімнің жұмысыма байланысты. Қызықты жобаңыз үшін көптен көп рахмет. Алдағы уақытта осы жобаны жүзеге асырады деген сенімдемін. Шәкірттеріңіз көп болсын. Ал біз келесі ғалымның жобасымен танысамыз. Рахмет. Нұрғали мырза, жалпы өзіңіздің жобаңыз туралы айта кетсеңіз, ерекшелігі қандай? Жалпы біз осы жас ғалымдарға арналған гранттық қаржыландыру негізінде жоба ұтып алдық. Ол жобаның негізгі мақсаты гетероциклді қосылыстар негізінде жаңа химиялық қосылыстар алу, яғни алғаннан бөлек оның биологиялық қасиеттерін анықтау болады. Яғни осы қазіргі таңда біз оны жаңа органикалық қосылыстарды алу мақсатында жұмыс жүргізіп жатырмыз. Яғни алып болған соң оны бұйырса сол заттардың биологиялық белсенділігін тексеруге арнайы биологиялық зертханаларға жіберетін боламыз. Негізінен енді осы жоба негізінен бұрынғы жасалған жобалар негізіне сүйене отырып, яғни сол зерттеулерге сүйене отырып құрылған болатын.
яғни өзімнің негізгі зерттеу салам осы биологиялық белсенді заттарды алу болып табылады. Бұның негізгі маңыздылығы қазіргі таңда биологиялық химияның негізгі мақсаты қазіргі таңда бұл микробтар мен саңырауқұлақтарды 100% жоятын жаңа органикалық қосылыстар алу. Яғни бұл дегеніміз бактерицидтік және фунгицидтік қасиеті бар жаңа қосылыстар алу. Яғни бұл жердегі бактерицидтік, фунгицидтік деп отқанымыз осы бактериялар мен саңырауқұлақтарды 100% жоятын қосылыстар болып табылады. Енді негізгі мақсат қазіргі таңда сіз дәріні мысалға көп қолдану барысында сізге ол белгілі бір уақыт мөлшерінде ғана дәрі әсер етеді, әрмен қарай сіздің ауруыңызға оның күші жетпей қалады. Яғни бұны бактериостатикалық қасиет дейді, яғни белгілі бір уақыт аралығына ғана ол әсер етеді, ол қайтадан жаңа ауруыңыз күшіне енеді. Яғни қазіргі медициналық химияның негізгі мақсаты сол 100% жоятын дәріні алу болып табылады. Біздің негізгі зерттеу саламыз сондай заттарды алу табылады. Препараттар алу. Себебі ауру ол белгілі бір дәріге қарсы әсер пайда болса, яғни оны орыс тілінде айтатын болсақ, резистентность деп атайды. Яғни сол барьерді бұзу мақсатында осы зерттеулерді жасап жатырмыз. Яғни сол алынған заттарымыз біз физика-химиялық жаңа әдістерді қолдану арқылы, яғни қондырғыларды қолдану арқылы осы өзіміздегі инженерлік бейіндегі зертханадағы қондырғыларды қолдану арқылы олардың құрылысын, құрамын, қасиеттерін анықтау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз қазіргі таңда. Қазіргі таңда өндіріс орындарында қолданыста бар ма? Әрине ол өндіріске енгізу ол ұзақ уақыт талап етеді. Мысалы ол заттардың биологиялық қасиетінен бөлек олардың тірі клеткаларға, яғни тірі организмдерге кері әсері пайда болса, яғни оны токсикалық қасиеті деп атайды, яғни соны зерттеу мақсатында қазір зерттеулер жүргізіп жатыр, яғни ол ұзақ уақытты талап етеді. Жалпы осы зерттеу қанша уақыт алды сіздерге? Бұл зерттеу негізінен 5-6 жылдың көлемі болды. Ол жалғасып жатыр және жалғаса береді ол болашақта да. Яғни осы уақытқа дейін көптеген мақалалар жарияланды және патенттер алынды. Мысалға Web of Science Scopes базаларында қазіргі таңда 17 мақаламыз жарық көрді және 30-40-қа жуық осындай патенттер алынды. Рахмет сізге, Нұрғали мырза. Жалпы жаңа органикалық қосылыстарды біз алып, олардың физика-химиялық қасиеттерін, яғни құрамын қасиеттерін, құрылысын зерттеу мақсатында газдық хроматограф, яғни газдық хроматограф көмегіне жүгінеміз. Яғни бұл жерде олар заттарды олардың молекулалық массасына және қасиеттеріне сәйкес оларды фракцияларға бөліп, олардың құрылысы қандай, құрамы қандай, соның барлығын бізге анықтап береді. Мысалға мына жерде қарасақ, мысалға бізге белгісіз бір хроматограмма, яғни осыны былай үлкейтіп қарайтын болса, көптеген заттарды көріп, мысалға мына бір пик бұл бір затты береді, яғни мынау келесі зат деген сияқты. Яғни олардың әр өзінің уақыты бар, мысалға шығу уақыты болады. Сіздерге енді мысал ретінде мына бірінші затты көрейік, қандай зат екен. Яғни мысалы мына бірінші зат бұл ацетальдегид деген зат құрылысын көрсетіп тұр. Брутто формуласы, молекул массасы 44 грамм моль. Яғни осындай қасиеттерін көрсете бастайды. Яғни келесі пикті көрейік. Яғни келесі зат бізде этанол, яғни этиловый спирт, оның құрылысы мысалға CH3, CH2, OH. Енді брутто формуласы C2H6O, молекулалық массасы 46 грамм моль. Яғни осылай заттардың молекулалық массасы сәйкес және олардың қайнау температурасы, басқа да физика-химиялық қасиеттеріне сәйкес оларды фракцияларға бөліп, сізге қандай зат екендігін анықтап береді. Яғни бұл қазіргі таңда ғылымдағы таптырмас әдістің бірі болып табылады.
жобаңыз өте өзекті. Сізге көптен көп рахмет. Алдағы уақытта осындай жобаларыңыз жүзеге аса берсін. Сізге тек сәттілік тілейміз. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермендер, біздің университетте жас ғалымдар өте көп, бірақ біз бүгін сіздер үшін 3 бағыттағы жас ғалымдардың жұмысымен таныстырған болатынбыз. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Еліміздің ғылым саласына елеулі үлес қосып жүрген жас ғалымдарымызға алғыс айтамыз.